Армысыздар, құрметті көрермендер. Ұлт ұстазы, ғалым Ахмет Байтұрсыновтың айтқан сөзі бар. Ұлттың сақталуы да, жоғалуы да тілге байланысты деп. Тіл деген ол ұлттың бейнесі, тағдыры, болашағы. Тіл жоғалса, ол ұлтта жоғалады деген сөз. Соған байланысты тәуелсіздік алғаннан бері біздің Қазақстанда мемлекеттік тілге көңіл бөлініп жатыр. Бірақ ондай қарқынды деп айтуға болмайды. Көп жұмыс істеліп жатса да, сол тілдің тағы да алдында бір тіліміздің ары қарай дамыту үшін үлкен шара қолданыс іске кірісейін деп жатыр. Ол қазақтың әліпбиін латын графикасында шығару. Өйткені қазақтың тарихында өзі бірнеше графика пайдаланған, араб графикасы кезінде пайдаланған. Содан кейін латиницаға көштік, содан кейін бір кириллицаға көштік. Енді қайттан латын графикасына көшетіндей шара іске өтіп жатыр. Міне сол келесі 2021 жылы мектептердің бағдарламасына әліпби ретінде дайындалған Ахмет Байтұрсыновтың негізіндегі әдістемесіне байланысты жаңа әліпби ұсынылайын деп отыр. Бұл енді үлкен жұмыс, үлкен күрделі бетбұрыс деп айтуға болады. Өйткені қазіргі заманда, жаһандану кезіндегі бұл латын әліпбиі біздің жастарға, ұрпаққа, болашақ ұрпақтарға жол ашады. Және мен ойлаймын, мынау қазақ тілін үйренбейтін шетелдік халықтың өкілдеріне ол да қазақ тілін үйренуге өте жеңіл болады деп. Ал енді сол әліпбидің ашылуы ол шынында да тарихи оқиға болайын деп отыр. Әліпби кіріп жатса, келесі жылдың басынан соған айтайын дегенім осы әліпбиге ақ жол тілеймін. Сол мемлекет тіліміз, ана тіліміздің болашағы жарқын болсын, тынысы кең болсын деп айтқым келеді.